Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын мраморный печенье пісіреміз. Өте жұмсақ болып піседі. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, ұн, какао, қопсытқыш, сары май, ванилин және сахарный пудра қажет. Ең алдымен ұнға қопсытқыш қосамыз, араластырамыз. Одан соң какаоны қосамыз, 50 грамм. Одан соң сахарный пудраны қосамыз, 200 грамм. Араластырамыз. Пышақтың ұшымен ванилин саламыз, араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бір шымшым тұз салып жібереміз. Басқа ыдысымызға 2 жұмыртқаны жағамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ массамызға ерітілген сармайды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сармай. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Алдымен шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан соң күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырыңыз қолыңызға жабысып жатса, тағы да ұн салып жіберсеңіздер болады. Бізде осындай жұмсақ қамыр болу керек. Оны пищевой пленкамен жауып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағат өтті. Енді қамырымызды алып, қасықтың көмегімен осылай қолымызға алып, домалақтаймыз. Үлкендігін өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Домалақтап болған соң сахарный пудраға орнатып аламыз. Пергамент қағаз төселген табамызға саламыз. Осы арада печкамызды 190 градусқа қыздырып қоямыз. Печеньелердің арасын бір-бірінен алшақтау қоямыз, себебі піскен кезде үлкейеді печеньелеріміз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 10-12 минут қойып пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан печеньелердің пісу уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Мендегі печеньелер 12 минутта дайын болды. Осындай өте әдемі және дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік печенье болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.